Математика. Сабақтың тақырыбы өткелді бекіту. Оқу мақсаты жақшалы және жақшасыз әріпті және санды өрнектерді салыстыру. Су біздің басты байлығымыз. Табиғи суларды да, жасанды су көздерінде үнемдеуіміз керек. Бос ағып жатқан суды жауып, оның болашақта қажеттігін есіңе сақта. Қоршаған ортаны қорғау, яғни айналаны таза ұстау. Қоқыстарды, тұрмыс қалдықтарын орынсыз жерге тастама. Олардың өзінің апарылатын жеріне, жоятын жерлерге апарып төгу керек. Ауаны ластанудан қорғау. Ауаны не ластайды? Ауаны түтіннің иісі, зауыт фабрикалардан шыққан, өндіріс орындарынан шыққан түтіндер, машиналардан шыққан түтіндер. Сонымен қатар қоқыстың иістері ластайды екен. Ал ауаны ластанудан қорғау үшін, оны тазарту үшін ағаш егуіміз керек екен. Оқулығыңдағы 14-ші беттегі бірінші тапсырмаға назар аудар. Өрнектердің мәнін тауып, жоғарыдағы суретпен сәйкестендіреміз. Көріп тұрғаныңдай, қаладағы өндіріс орындарының мұржаларынан шыққан түтінді көріп тұрмыз. Екінші суретте өртенген орман. Үшінші суретте көліктерден шыққан түтіндер және бей-берекесіз шашылған қоқыстарды көріп тұрмыз. Бұлардың барлығы да табиғат анаға адам баласының келтіріп жатқан зияндары. Төмендегі диаграммаға қара. Сары түс көліктердің зиянын білдіреді. Көк түс тұрмыстық қалдықтардың зиянын білдіреді. Жасыл түс табиғи ластануды білдіреді. Қызыл түс өндірістік ластануды көрсетеді. Бұл дөңгелек диаграмма. Енді сол диаграмманың қасындағы өрнектерді есептеп шығарып, оны сәйкес суретпен сәйкестендіреміз. Диаграммаға қарап, олардың алатын орнын сипаттаймыз. 4 пен 4-тің көбейтіндісі деген өрнекті есептегенде 16 шықты. 16 саны тұрмыстық қалдықтар суретімен сәйкес келеді. Тұрмыстық қалдықтар дегеніміз қоқыстар. Ал енді ол түс көк түсті білдіреді. Көк түс диаграммында көрсетілген. Яғни 16% адам баласы табиғатты қоқыс лақтырумен ластайды екен. Қалған өрнектерді өзің есептеп көр. Сәйкес суретпен сәйкестендір. Қорытындысында ауаны ең көп ластайтын не екенін тауып. Оқулығыңдағы 15-ші беттегі 4-ші тапсырмаға қара. Салыстырамыз. Артық, кем немесе тең. Бірінші өрнекті оқимын. 5 пен 4-тің көбейтіндісі азайту 18 және 6 мен 4-тің көбейтіндісі азайту 15. Алдымен өрнектің сол жағын есептеп аламын. 5 пен 4-тің көбейтіндісі 20, 20 мен 18-дің айырмасы 2 болады. 2-ні өрнектің жоғарысына жазып қоямын. Ұмытып қалмау үшін. Енді өрнектің оң жағын есептеймін. 6 мен 4-тің көбейтіндісі 24. 24 пен 15-дің айырмасы 9 болады. 9-ды өрнектің жоғарғы жағына жазып қоямын. Енді өрнекке зер салып қара. 2 және 9. Қандай таңба қоямыз? Әрине, 2 кем 9 таңбасын қоямыз. 9 бізде артық, 2 кем болып тұр. Енді өрнектерді әрі қарай өзің есепте. Егер өрнектің сол жағы мен оң жағындағы мәндері бірдей болса,
теңдік деп атаймыз. Егер өрнектің оң жағы мен сол жағындағы мәндері әртүрлі болып шықса, онда оны теңсіздік деп атаймыз. Біздің жаңа ғана есептеген өрнегіміз теңсіздік деп аталады. Себебі оның екі жағында шыққан мәндері екі түрлі болды. Бірі 2 болды, екіншісі 9 болды. Сондықтан да бұл өрнекті теңсіздік деп атайды. Егер өрнектің екі жағы да бірдей болса, онда оны теңдік деп айтады екенбіз.